Саламатсыз ба? Мен Мария Құрманғалиева атындағы номер 32 гимназияның 8 В сынып оқушысы Майлыбай Әлемін. Менің бүгінгі тақырыбым сүйек материалымен жасалған этнобұйым. Зерттеулердің мақсаты, міндеттері мен әдістері. Мақсаты ер адамдар айналысқан қазақ дәстүрлі қолөнер түрін тарихи, технологиялық және мәдени тұрғыдан жан-жақты зерттеу. Менің бүгінгі міндеттерім ерлер қолөнерінің негізгі түрлерін анықтау, сүйек ою, күрделілігін ғылыми тұрғыдан сипаттау, қазіргі заманға әсері және жаңғыру жолдарын қарастыру. Кәрілік жілікті неге ата-бабамыз құрметтеген? Бұдан басқа кәрі жілікті асып жеген, күні түнде далаға тастамаған. Халқымыздың естелікті ұғымынша кәрі жілікті құрық ұстаған күзетші, мал жабынды бәле-жаладан аман сақтаушы, ел қорғаушы деп сенген. Яғни бұл арқылы ата-бабамыз бәле-жаладан қорғанған және өздеріне жақсылық әкелген деп сенген. Кәрі жілікті малдың неге ең мықты сүйегі? Қазақ нанымында сүйек үйге күш-қуат береді деген екен. Жамандық кірмесін деген сенімде ілген. Құт береке ырыс шақыру белгісі. Кәрі жілік қойдың ең татымды кедейлі асы. Сондықтан оны ілу үйге береке болсын, қонақ үзілмесін, ырыс несібе арта бесін деген мақсатта. Жас келіншекке, қыз келіншекке тыйым және тәрбие. Ертеде жас келін үйге әкелгенде, кәрі жілік қол созба, жоғарыға ұмтылма деген тыйым тәрбиелік мағынада болған. Бұл келінге ибалық пен ортандылық туралы ескерту болған. Ер азаматтың шаңырақ иесі екенін дәлелдеу. Бұл сүйекті көбінесе үйдің босағасына ер адам ілген. Себебі ол ер адамның беріктігін, шаңыраққа ие болуын, үйдің қорғанысы білдірген. Символ ретінде қолданылған болса, қазіргі заманауи дизайнге келтіріп, әр үйде жаңа дизайнмен жасалған этнобұйым қажет. Сүйек ою өнері, ер адамдар айналысқан қолөнер. Сүйек өнері қазақ шеберлері айналысқан өте жоғары бағаланған. Бұл кәсіппен тек ер адамдар шұғылданған. Себебі құралдары өткір, жұмысы аса дәлікті, күші мен шыдамдылықты талап етеді. Сүйек өнерінің шығу тегі. Археологтардың зерттеуі бойынша бұрынғы ата-бабамыз сүйектерді өте көп қолданған. Сүйекпен жасалатын бұйымдар. Домбыраның мойны мен шанағы, кежеде сандық бетіндегі сүйек қаптаған пышақ пен қамшының сабағы, жебе ұшы мен қаламы сәндік бұйымдар. Материалдар. Жылқының жілігі сүйегі, түйе мен сиыр сүйегі, мүйізі қосымша материал. Сүйекпен жасалатын бұйымдар. Кәрі жіліктен этнобұйым жасалатын техника. Сүйекті қайнату, майдан тазарту арқылы майдан тазартамыз. Кептіру арқылы біз жарық болмас үшін күйдіру әдісін қолдану қажет. Жылтырату, тегіс, әшекей элементтерін қосу. Ер қолөнерінің қоғамдағы қазіргі дамуы. Қазіргі даму бағытта этнодизайн, интерьер, сәндік бұйым, ұлттық аспап өндірісі. Мәселелер шебер санының азаюы, дәстүрлі мемлекеттердің жоғалуы, жас ұрпақтың қызығушылығы мен төмендігі. Шешімдері этношеберхананың ашуы, мектеп ашуы. Қорытынды. Қазақтың ер адамдар айналысқан қолөнер ұлттың техникалық, көркемдік және рухани дамуы деңгейі. Көрсететін күрделі мәдени мұра, ұсталық ағаш ою, сүйек ою, ер-тұран жасау, қару-жарақ дайындау, ғасырлар бойы қалыптасқан кәсіби жүйе. Бұл өнердің бүгінгі заманда өткізген жоғалтпай ұлттық бренд қалыптасуға мүмкіндік береді.